осындай керемет тауық етінен жасалған донер жасаймыз. Бірінші тауық, қияр, помидор, пияз, сосын лаваш қажет бізге. Для шашлыка деген приправаны қосып, тауықты маринадтап аламыз. Пиязды тұздаймыз, сосын барып уксус қосып, бөлек қойамыз жарты сағатқа. Тауықты сары майға қуырамыз. Тауықты екі жағынан әдемілеп қуырып аламыз. Сосын кері аударамыз. Сосын духовкаға 20 минутқа пісіріп аламыз. Піскен тауығымызды турай берсек болады. Осылай соломка қылып тураймыз. Сосын дәмдеу үшін жасаймыз. Дәмдеушке 3 ас қасық қаймақ, сосын 2 ас қасық майонез қосамыз. Қара бұрыштан қосамыз кішкене. Сосын кішкене тұз қосамыз. Дайын болған дәмдеушімізді жағып, кейін барлық ингредиенттерді, бірінші тауықты, сосын помидорымызды, одан кейін қиярды, үстінен капуста туралған кішкене қосамыз. Енді осы лавашты орап қыздырамыз. Қыздырылған табаға жылытып аламыз. Міне дайын болды.